Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман жамағат, Алла тағала келген қадамдар сауаптан жассын. Ан Аби Умамата Ияс бин Саламат al-Ansari al-Harisi радиаллаху анху қала закар асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама яуман индаху дуния. Аби Умама жеткізеді. Бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам қасында сахабалар дүние зейнеті туралы әңгіме айтқан сахабалар бір күні дейді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сендер естіп тұрсыңдар ма, естіп отқан жоқсыңдар ма? Аля тасмаун екі рет қайталайды. Сосын иннал базазата минал иман. Қарапайымдылық ол иманның белгісі, иманнан. Иннал базазата минал иман екінші рет қайталайды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қарапайымдылық ол иманнан. Раваху Абу Дауд риуаят еткен хадис. Осы хадистің шархын оқиық. Дүниені еске алған, дүние туралы әңгіме айтқан екен сахабалар. Сол жерде шарқында дүние зейнетін дейді. Дүниедегі ішінде киім, әдемі киіну, сондай нәрселерді сөз қылған екен сахабалар. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты олар: аля тасмаун, сендер естіп жатқан жоқсыңдар, мен сендерге айтам деген құлақ назар аударыңдар деген сөз. Естіп тұрсыңдар ма? Аля тасмаун. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Содан кейін сол жаңа осы сөзін айтады. Иннал базазата минал иман. Қарапайымдылық иманнан. Қарапайымдылық кемел иманның белгісі. Ар-расиху фил қалб, кемел кәміл иманның белгісі. Енді осы сөздің шарқында мынандай риуаяттар келтіреді. Қала Зайд бин Вахб айтқан екен бір күні дейді. Раайту Умар ибн ал-Хаттаб хаража иля суқ ва биядихи дуррату алейхи изар фи 14 руқватан баудуа мин адим. Умар бин Хаттабты көрдім дейді бір күні. Базарға шыққан. Үстінде шапанда 14 жамалған жерлері бар. Уаутиба Алин радиаллаху фи изарин марқуин. Және бір күні Алиге, Хазірет Алиге де айтты: сіздің киіміңіз жамалған, неге басқа жаңа киім жоқ, жамалған киім кигенде, сол кезде Али айтады: юқтада бихил муъмин, яқтади бихил муъмин ва яхшау лаул қалб. Осындай жамалған киімге, қарапайым киімге дейді, муъмин адам, иман адам соған дейді үлгі алады дейді. Соған ереді, соған үлгі алады, және жүрек соған дейді хушук жасайды. Адамның жүрегі соған тыныштық табады, хушук жасайды. Және Айса пайғамбар айтқан сөзін келтіреді. Айса алейхиссалам бір күні айтты: жудаты сияби хуялаул қалб. Қатты мынандай әдемі киімі дейді, ол жүректің тәкаппарлығы дейді. Мақтанышы жүректі адамға, яғни жүрекке тәкаппарлық әкеледі. Сол адамды бұл көкірек қауға соған апарады дейді. Киімді бұл қатты нені киім болу дейді. Иннама канатил базар минал иман лима туадилай мин касри нафси ва таадур. Қарапайым киімнің неге иман дейді? Қарапайымдылық неге иманның белгісі болды дейді? Себебі сол қарапайымдылық адамды дейді өз нәпсінді сындырады дейді, және кішіпейілдікке әкеледі. Адам өз кішіпейіл жасайды. Адам сол үшін не дейді балақты туралы соны айтады. Негізі балақтың ұзын болуы, балақ қысқарту деген себеп мақсат хадистерде айтады, тәкаппарлық үшін. Сол заманда бай арабтар сонымен мақтанады екен, ұзын киіммен мақтанады. Кейде адамда киімі жоқ, недегі көрсенде Бидалда да кинода түсіргенде шортамен жүреді. Киімі жоқ екен. Болса киеді ғой шортамен. Сонда жаңа киімі жуады, отыра береді, сонда қысқа болады. Бай өзін бай екен көрсетеді екен ұзын киіммен. Көрсеңіз ертегілерде де патшаның артында несін тартады ғой, шапанын. Патша өзінің несін көрсетеді екен. Артынан ұзын шапан несін етегін тартып тұрады қасындағылар. Соның бір белгісі болды. Бір күн Абу Бакрда саудагер бай болды. Сол Абу Бакрда да айтады: менде де солай түседі дейді, ұзын болады дейді, бір жақ шапан. Менде де солай. Пайғамбар жоқ, сенде ондай тәкаппарлық жоқ дейді. Сен оны тәкаппарлықпен істеп отқан жоқсың. Сен Алла тағаласынан аман етті, таза қылды, сенде тәкаппарлық, сондай жаман сипат жоқ сенде. Сен онымен мақтанбайсың дейді. Көбісі орта ғасырда ғалымдар бәрі осы бір ауыздан айтқан. Бұл жерде мақсат тәкаппарлық дейді, ол жай не емес. Алла тағала жай киім үшін үлкен азап беру мүмкін емес. Ол киім үшін емес, ішіндегі ниет үшін азап беріп отыр. Ниеті қандай ниеттен бұл? Бұл киім ұзартқанда ниеті мақтану үшін дейді. Сол үшін ғалымдар кейіп айтады, қазіргі заманда бірлер керісінше дейді жасау мүмкін, киімін қысқартады, неге дейін дейді. Бұлай дейін қысқартады дейді, сонымен дейді мақтанады. Либас шухра деп айтады, ғалымдар сонымен басқалардың өзін артық көреді.
мен сондай керемет тақуамын, қараңдар былай не жасадым деп ерекшеленеді. Ерекшелену ол сол тәкаппарлыққа әкеледі. Бұл да бір адам дерті, адам өзіне басқа ерекше болғысы келсе, тәкаппарлыққа әкеледі. Осы жерде сол Иса алейхиссалам айтқан сөз, сондай киім дейді, қатты әдемі киім, ол дейді әкеледі дейді тәкаппарлыққа. Бұл енді қазір әлі басқа да әңгіме кетеді қазір. Өйткені ана ортасын ұстау керек дейді ғой шариғатта. Пайдасы сол неге деп иман түсіндірді. Иманға неге жатады бұл қарапайымдылық? Өйткені ол нәпсін сындырады және анау кішіпейіл жасайды адам. Содан кейін мынандай не бар осы жайында имам Абу Хамид Ғазали өзі бір кітабында келтіреді, рухани тәрбиеде. Адам дүниеге бір қызықса дейді, ол дейді тоқтамау мүмкін. Табиғат ашылғандай. Табиғат ашылады, сосын тағы да не бітпейді. Ана біреулер, мысалы, ұялы телефон, бір телефон жаңа шықса, марка соны барып сатып алғысы келеді. Сол жүрекке кірді, ол қосып. Біреулер бір таныс адам бар, кафель жасайтын. Намазхан сол айтады, мен жыл сайын бір кісілерге кафель ауыстырамын. Ол кісілер әр жылда дейді, ана кафель ауыстырады дейді, жаңадан шықты дейді, соны барып ауыстырады. Не керегі бар? Соны анау кісі, енді маған жақсы дейді, мен айтып қалып жасаймын, ақша табамын дейді. Енді анау кісі өзі таңғалады, анау кісілер жыл сайын дейді, ауыстыра береді дейді. Сол үшін дейді, ол дейді, есігі дейді ашылғандай дейді, анау бітпейді дейді. Бір зейнет, екінші зейнет, артынан сонымен дейді, анау адам дейді, фисабилі шайтан жолында дейді өледі дейді. Егер ол сол өмір бойы дүние қуып жүрсе дейді, анау бұл сонымен дейді, анау неден ақыреттерден қалады, неден қалады, сауаптардан қалуы мүмкін адам. ولكن لا يزال عند كل أحد بل يورث عند بعض الناس من الكبر ما يورث ليس نفيس السيف عند آخرين. Бірақ ол бүкіл адамдарда олай емес дейді жаңа. Кейбір адамдарға ол сондай қымбат киім, ондай тәкаппарлық әкелмейді кейбір адамдар. Кейбір адамдар сондай тәкаппарлық не істейді, көтере алмайды. Құранда өзі неде айтады? Иннал инсана ла ятгha ар-ра'a истагна. Адам баласы шейттен шығады, өзінде бай көргенде дейді. Содан ол тек қана мынаған байлық қана кірмейді, оған күш те кіреді, білім де бәрі соған кіреді екен. Сол үшін ана неде бір хадисте айтады, инна лил илми туғянан катуғанил мал дейді. Расында білімде де сондай шектен шығушылық бар, білім неде мал да сияқты. Біреу дүниемен мынандай тәкаппарланса, біреу жаңа біліммен тәкаппарланады, біреу күшпен тәкаппарланады дейді. Күш деген әртүрлі нәрселер Алла Тағала берген зат, ол бәрі адам дұрыс қолданбаса, осындай тәкаппарлыққа ұшырауы мүмкін, күнәға батуы мүмкін. Сонымен жалпы айтқанда дейді, махбуб сүйікті, дұрыс болатын сүйікті дейді. Махбуб сөз аударғанда ол дейді орташа дейді. Ат-тавассут дейді, орташа дейді. Несін киім кию, орташа. Бір рет анау Омар бин Абдул-Азиздің бір баласы басқа бір қалада әкім болады, соны хабар келеді, баласы ана жерде 10 мың дирхамға сақина сатып алады дейді, өзіне қымбат. Соны әкесі естісімен хат оған жібереді. Хатта жазады, сен мынау хат алғаннан кейін, анан 10 мың дирхамның несін сат, сақинаны. Соған дейді, сосын дейді, мың нелерді тойдыр дейді, мұқтаждарды дейді. Сосын өзіне темірден сатып ал, сақина, сосын үстіне жазып қой дейді. Рахималлаху имран арафа қадра нафси. Алла Тағала мейірім етсін адамға өзінің қадірін білген, өзінің кім екенін білген. Соны дейді, соған Алла мейірім етсін деп сонда жазып қой дейді, өзінің есіне түсіріп дейді. Сондай сөз жазып қой дейді, сол сақинаға темірден жасалған. Басқа неде келеді, ана сол заманда біреу дейді, бір сатып алады, кейін сөзді ана екінші сахаба көреді, оны айтады, мынау қаншадан сатып алды, оны айтады, пәленше ақша ол, ана 12 дирхамның сатып алдым дейді, неге 6 дирхамның алмадың дейді, ана қалған 6 дирхам өзің білесің қалай жұмсаушы едің дейді. 12 алмай 6-ға алуға болушы еді ғой деп соны айтады екен. Өзің білесің қалай жұмсаушы еді деген мағына, сен сауапқа жұмсаушы едің ғой, соны айтып жатыр. Осылай дейді, бұрынғылар сахаба кезде, имамдар кезде тәрбиелеген, олар солай істеген, қарапайымдылық таңдаған. Енді сосын дейді, себебі дейді, олар сол кезде дейді, біреулер зейнетпен дейді, мақтанғанды көрді дейді, жаңағы балақ болсын, басқа болсын дейді, сол себептерді көрді дейді. Сосын дейді, олар сол үшін қарапайымдылыққа дейді, көрсеткен. Біреулер қызықса дейді, олар керісінше қарапайым болуды соны дұрыс санаған, соны көрсеткен. Сол не үшін себебі дейді, бұл дүние дейді, төмен екен. Неде хадисте айтады, егер де дүниенің бір құны болса дейді, Алла Тағала ол кәпір адамға бір жұтым су бермеуші дейді. Соны айтады. Басқа хадис, инна дуния ла яджмалу жанаха бауда дейді. Алла Тағаланың алдына дүние дейді, масаның қанатындай салмағы жоқ. Масаның қанатындай да салмағы жоқ дейді. Соны ғалымдар осы сөздерді айтылған аятқа соны іспен дәлелдеген. Мынау дүниеге бұл қызығатын нәрсе емес, қатты бұл. Сол үшін мүмкіндік болса да соған берілмеген.
оны не жасаған. Зухд деген мағынасы енді өткенде бір рет айтылды, сол бір жер негізі зухдтың несін мағынасын айтады. Зухд ол дейді жүректегі нәрсе. Ол қолда дүние болады дейді, бірақ жүректе болмау керек дейді. Ол қолда сенде көп байлық болуы мүмкін, бірақ жүректе болмау керек. Ал біреулерде қолында жоқ дейді, бірақ жүрегінде бар. Ол армандайды, менде болса ғой деп соны қызыға жүрек қолында бірақ жүре алмайды. Ол да сол зухды жоқ, ол ниетімен күнәға батады. Ол сол ана хадисте айтқандай, ниет қылып менде болса мен анау мынаны істеуші едім, өзінің рахатын ләззат ойлап соны күнәға батып. Соны зухдың белгісі дейді, қолда бар болғанда дейді, қуанбайды қатты, қолда жоқ болса ренжімейді дейді. Пайғамбар солай істеген екен. Бар болса қуанбайды, шүкір етеді, жоқ болса ол тез арада мынандай 3 күн ішінде жиналған байлығы бәрін таратып жібереді. Зухд өйткені жүрекке кірмеген. Жүрекке кірген адам онда істей алмайды. Пайғамбар сол бұл жеңін болды, зухд жасаған, сонша жүрекке кірмеген, сол оған дүниеден айырылу, таратып жүру оңай келеді. Ешқандай қиын болмайды. Жүрекке дүние кірмеген. Сол дүние қолында болу керек, жүректе болмау керек. وَالْآنَ قَسَتْ قُلُوبُ وَنَسِيَ ذَلِكَ الْمَنْ فَأَخَذَ الْغَافِلُونَ حَيْلَةً. Ал дейді, заман өзгерді дейді. Фатва несі өзгереді, заман мекен мен адамдар өзгереді, басқа фатва, заман мекен халқы. Адамдан жүректер дейді өзгерді, қатал болды, жүректер қатайды. Солар дейді, осы мағынаны ұмытты дейді. Не үшін қарапайымдылықты таңдады? Қандай мақсатпен таңдаған сахаба, табиғин, имамдар заманда? Сол бейқамдар дейді, ғафилун, олар керісінше қарапайым киімді, жай мынандай киімді, арзан қарапайым киімді олар керісінше жамандыққа айналды дейді. Айла жасауға, дүниені табу үшін. Сондықтан дейді, керісінше дейді, солай істемеу керек деп айтады. Өшінде бір ана ғалымды келтіреді, сол ғалым бір рет жақсы киімді киіп алады ғой. Сонда ана екінші он кісі кездескенде, екінші бір мұсылман соған сөгіс айтады. Ана ғалымға сөгіс айтады екен. Неге киімді киіп алдың солай қымбат дейді. Өзі сондай бір жаман киім киіп алған. Сол кезде анау ғалым оған жауап береді. Я хаза ай ати хази тақулу алхамдулилlah. Менің мынау жақсы киінгенім дейді. Бұның несі не айтады дейді. Аллаға шүкір деген сөз айтады. Алхамдулилlah, Алла тағала маған бұны берді дейді. Мен соны алхамдулилlah деп жатырмын дейді. Осы көріністен киіммен дейді. Ал сен мынандай нашар болып киінгені дейді. Сен жаңағыдай айтады, басқаша айтады дейді. Атуни мен дүниякум деп. Сен нашар киінген деген маған өз дүние беріңдер деп сондай тілеген деп білдіреді дейді. Менің сол жақсы киінгенім алхамдулилlah білдіреді дейді. Аллаға шүкір. Ал сенің несі, ниет ар жағында не емес, жаңа сахабалар, табиғиндер сияқты. Сен ниеті жаңағыдай мен ишара маған беріңдер деген сондай несін білдіріп жатсың дейді, сол киіммен дейді. Көрдіңіз ме? Содан шариғат орта деген сол, ана несі өзгеру мүмкін. Bir кезде былай, bir кезде былай. Ол адамның ниетке байланысты. Сол үшін неге айтады Құранда, неде құрбандық жайында айтады. Ла яналаллаху лухум ва ла димау валакин яналу тақуа минкум. Құрбандықтың шалғанда оның қандары мен еттері Алла тағалаға бармайды, бірақ сендер тақуалықтарың барады, ниеттер барады. Қандай ниеттен бауыздадың, немен сол дейді, Алла тағала керек. Ол қанша бауыздадың, ол семіз ба, бірнеше ма, қанша там, ол жаңағы неге Алла тағала ол керек емес, ниет керек. Адамның жасаған ішіндегі қандай ниетпен, қандай сезіммен жасаған. Сол үшін ана ғалымдар бір айтады, айбадат, аубуди деген екі бөлік бар. Айбадат ол сыртқы адамдардың несі дейді, форма жасаған істер дейді. Ал аубуди ол ішіндегі сезім дейді. Ана жасаған құлшылықты істеген кезде қандай сезіммен жасадың дейді, қандай ниеттен жасап жатсың дейді. Маңызды сол жаңағы. Сол үшін ниеттен дейді, дұрыс ниеттен кішкене амал дейді, пайдасы көбірек дейді. Бір адам көп амал жасайды, бірақ ниеті дұрыс болмаса, пайдасы аз болмайды. Осы білім мәселесі жайында осыған ниетке байланысты үлкен бір неде айтады. Бір хадисте келеді. Білім мәжілісте, зікір мәжілісте жинаған, Алла тағала еске алған, Құран оқыған, шариғат, дәріс жерде ол періштелер келеді дейді. Сосын періштелер қоршайды, дуға жасайды оларға. Сол кезде Алла тағала айтады, мақтанады, мынау мені еске алуға жиналды менің құлдарым дейді. Куә болыңдар періштелер, мен осыларға жиналған қауымға, соларға дейді күнәларын кешірдім дейді. Сонда бір періште айтады, олардың ішінде бір адам бар, ниеті басқа дейді. Басқа ниетпен отыр дейді олармен бірге. Сонда Алла тағала айтады, ла яшқо жалисун. Олармен бірге болған адам сорлы болмайды, махрум болмайды. Сахих хадис, яғни сол ниеті дұрыс болмаса да білім мәжілісте отырған, соның өзіне жақсылық бар. Қараңыз, қандай нені.
Басқа жерде ондай нәрсе жоқ. Басқа жерде ниет дұрыс болмаса қабыл болмайды. Мына жерде білім мәжілісінде отырған адам солды сорлы болмайды. Оның ғалымдар ары қарай түсіндіреді, неге сорлы болмайды, өйткені ол ниеті дұрыс емес. Себебі ол отырады, құлағы бар, естіп тұрады, бір нәрсе кіреді басына жақсылықты. Бір нәрсені өзіне бір жақсылық үйренеді дейді. Сонымен дейді, мақрұм болмайды дейді, бір жақсылық тиеді. Бір ғалымды келтіреді, бір ғалым айтады, мен дейді, басында шариғат ілімдерін оқыдым дейді. Сол нелерін, араб тілі, тәфсир, басқа солардың бәрін үйрендім дейді. Ниетім болды дейді, қазы болу үшін дейді. Фихтен, мынау ертең бұрынғы заманда шариғат ғалымдарды не сот болып сайлайды, сот болған. Қазіргі заманда сот, сол бұрынғы шариғат ғалымдар сондай сотқа отырады, қазылық жасайды, қазы болады. Сондай ниетпен дейді, мен қазы боламын дейді, сондай мансап үшін дейді, үйрендім дейді, білімді, ниетпен. Сосын білім дейді, мені дейді, ниетімді түзетті дейді. Ниетімді ауыстырып жіберді, ниетім ақирет үшін болып кетті. Алланың сауабы үшін үйренетін болдым. Басында білім болмағанда ниетім дұрыс болмады, сосын дейді, білім арқылы мен ниетімді түзетіп жүрген дейді. Мен түсіндім, бұл мансап үшін оқитын нәрсе емес, бұл сауап үшін жаннат үшін ақиреттегі нәрсе, сауап үшін дейді, оқитын нәрсе екен деп сонда білім арқылы түсіндім дейді артынан.